Құрметті көрермендер, бұлар неғып жаз биін билеп тұр десеңіздер, бүгін халықаралық жаз күні алғаш рет 2012 жылы атап өтілді. Жаңа күнді күнтізбеге енгізу туралы ЮНЕСКО-ның бас конференциясы 2011 жылғы қарашада жариялады. Ал бұл мерекенің негізгі мақсаты жазды адамдар арасындағы бейбітшілікті, бірлікті, диалогты кеңейтуге жәрдемдесетін күш ретінде пайдалану. Сондай-ақ бүгін халықаралық балауыз майшамын өндіруші күні 2017 жылдан бастап атап өтіледі. Бұл күні әлемдегі барлық балауыз майшамын өндірушілер кездесіп тәжірибе алмасады. Нұржан, ендеше бізде атаулы күннің тәртібімен алыстамай, майшам жасаудың жолымен таныс болайық. Бірге үйренеміз. Балауыз шам романтикалық кештің символы. Дастархан басындағы ерекше сезімге әр сыйлайды. Түрлі сауық кештерінің де сәнін келтіреді. Оны таңдауға келгенде түрлі пішіндеріне қарап көз сүрінеді. Бүгінде осындай керемет шамдарды жасап жүргендердің бірі Юлия Сацюк. Оның сөзінше, ерекше балауыз шамдарды дайындау адамға шабыт сыйлайды. Свечи делаются из листов вощины. Өздеріңіз білетіндей, шамдар бос балауыздардан жасалады. Ол ара балауызынан шығады. Оны қалай алу керектігін омарта шаруашылығында жүргендер жақсы біледі. Балауыздардың табиғи екенін оның иісінен ақ білуге болады. Өйткені одан балауыздың және балдың иісі шығып тұрады. Жылдам еріп кетпейді. Шебердің сөзінше, шикізаттар дайын күйінде болса, оны кез келген адам жасауына болады. Тек арасына салатын жіп пен балауыздың түрлерін дұрыс таңдаса болғаны. Бұйымға сұраныста жоқ емес, әсіресе қыз-келіншектердің қызығушылығы жоғары. Спрос идет на свечи, например, тематический. Сұраныс әсіресе мереке күндері, туған күн кештерін жасау кезінде көбейеді. Әйелдер қауымы қолдан жасалған бұйымдарды жақсы көргендіктен, әрі үйді безендіру үшін жиі тапсырыс беріп жатады. Ал ер адамдар жаңа жылда 8 наурызда көп сатып алады. Балауыз шамдар ешқандай түрге бөлінбейді. Оны тек түрлі пішінде жасап, хош иіске толтыруға болады. Қоспасына келер болсақ, парафиннен жасалатын шамдар да кездеседі. Алайда одан гөрі балауыздан жасалған шамдар әлде қайда пайдалырақ. Аталған шамдарды әркім әртүрлі пайдаланады. Біреу интерьер, декорация үшін, енді бірі медитация жасауда қолданады. Ғалым Кәлмен, Маржан Нүсіпбек, Қуандық Әлімжанов, арнайы қайырлы таң үшін.